Қыз жібек жыры қазақ ауыз әдебиетінің озық үлгісі һәм жауһары саналады. Мәңгілік махаббат дастанын білмейтін жан кемде-кем шығар бүгінде. Лиро-эпостық туындының мұндай танымалдылығына әсер еткен 1970 жылы шыққан Сұлтан Қожықовтың көркем фильмі болатын. Әйтсе де театр сахнасында жыр әлдеқайда ерте, дәлірек 1934 жылы қойылды. Ендеше осыдан 83 жыл бұрын Ғабит Мүсірепов пен Евгений Брусиловский жазған алғашқы Қыз жібек қазақ операсы бүгін жаңаша қойылмақ. Қыз жібек получила широкую известность благодаря одноименной завораживающей кинокартине, которая вышла на экраны в 1970 году. Однако в театральных кругах народную поэму о шелковой девушке воспели гораздо раньше, еще в 1934 году. Теперь, спустя 83 года, первая казахская опера, автором которой являются Ғабит Мүсірепов и Евгений Брусиловский, зазвучит совершенно по-новому. Алғашқы Қыз жібек қазақ операсы бүгін жаңаша қойылмақ. Сәлем достар, сіздермен Назгүл Назар, және бүгін біз Қыз жібек операсының премьерасына келдік. Ол 2 күн бойы жүреді, және біз бүгін, енді мен кеше дайындығында болдым. Жаңа нұсқадан ұсынатын Евгений Брусиловскийдің Қыз жібек операсын ұсынатын боламыз. Біз қазір сахнаның артқы жағындамыз, және қазір алғашқы генеральный прогон болады. Осыдан 83 жыл бұрын қойылған Қыз жібек операсының жаңа интерпретациядағы нұсқасын көрейін деп жатырмыз. Қоюшы режиссер белорусиялық Михаил Паджевидзе, қателеспесем, егер атын дұрыс айтып жатсам. Большое количество литературных сюжетов, которые можно найти в этом эпосе. То есть практически вся мировая литература, Ромео и Джульетта, тут все на свете. И это колоссально интересная драматургия. Я посмотрел постановки, записи ранних более постановок в театре Абая. И мне показалось, что это произведение сегодня остро нуждается в новых средствах выразительности. Все, закончили? Это как человек, который обладает каким-то опытом, как мать, как бабушка, наверное. Это всемирная печаль. И поэтому для исполнения Қыз жібек это не только должно быть красивое или даже голос подходить. Это должно быть глубочайшее внутреннее содержание, колоссальный какой-то интеллект, да, и внутренняя наполненность. Вот это было сложно. Мы прошли, многие претендовали, приезжали студенты, самодеятельность и так далее. Все подходит. И фигура подходит, и голос подходит, и красивое лицо, понимаете. Но когда даешь эту арию, она пустая, понимаете. Она не может довести вот эту трагедию свою, самого любимого, самого близкого человека, да, она теряет. Девочка, 15 лет, который еще ни один человек ее не дотронулся, ни один мужчина не дотронулся. И первый, кто его увидел лицо, ведь нашла эту легенду. Это первая девичья любовь. И поэтому, долго выбирая, слушая, сомневаясь, даже и ту, которая как бы подходила во все, она только благодаря месяц-два месяца Михаил Александрович занимался с ней, Назом Сагитай, она уже более-менее стала подходить по каким-то, да, и по голосовым данным.
и таланту, как музыкант, да, и ощущение вот пережитой трагедии. Әрине біз кішкентай кезімізден бастап осы Қыз жібек фильмін, кинофильм, көркем фильмін көріп өскен болмыз. Сондықтан да образын, рөлді алып шығу барлығын осылай зерттеп, музыкалық тұрғыдан да, образ тұрғыдан да осылай зерттеп. Ең бір қандай қиындықты айта аласыз өзіңіз жаңағы ойында бәлкім кездескен немесе тұлғасында Қыз жібектің? Қиыншылығы енді мен әзірге осы кезге дейін оқудамын. Осы Шабыт өнер университетінде 3-ші курста оқимын. Осы кезге мен бұндай толық операда әлі ойнамағам. Тәжірибем жоқ десем де болады. Әзірге тек қана сахнада, осындай конкурстарда, байқауларда, концерттерде қатысып жүрдім. Сондықтан да кішкене басында тәжірибем болмаған соң кішкене түсінісу қиындау болды, бірақ та барынша тырысып бақтым деп ойлаймын. Өзіңіз үшін Қыз жібек сияқты тұлғаны сомдау қандай бір әсер сізде өзіңізде? Әрине өте қуаныштымын, өйткені қазақтың алғашқы операсы Евгений Брусиловскийдің жазған, әрине таңдағанына, лайық деп таңдағанына өте қатты қуаныштымын. Қараңыздар, қандай декорациялар. Жаңа айтты, өте көптеген атрибуттар қолданылған, жалпы бүкіл қаланы құру оңай емес пе? Сондықтан бір жағынан бұл жай ғана махаббат хикаясы емес, сонымен қатар бүкіл қазақ тарихын көрсету мақсатында құрылған жаңа Қыз жібек. Қандай әдемі қыздар. Сәлем де. Сен кімді ойнайсың сен? Я играю в Қыз жібек в первой картине. Мы там ездим на арбе, потом кричим Қыз жібек, там Қараңдай. Как тебя зовут? Аружан. Аружан. Сколько тебе лет? 10. Значит, меня Назгуль зовут. Привет. Удачи тебе. Мына жерде жүру, мына жердің атмосферасын сезіну, сахна сыртындағы, менің кеудемді кернеп бара жатыр. Сондай ерекше сезім қысқасы. Кухнясында болу өнердің. Менің орным 6С, екінші қатар 30-ші орын екен. Әдемілікті қараңыздар.
келдім және де өзімнің әсеріммен негізінде сол Астана операда тұрып бөлсем ба деген ой болған еді, бірақ соткам кенет өшіп қалды. Содан кейін қысқасы енді үйдемін және де бір жағынан ол жақсы, себебі өзімнің әсерімді былай тәптіштеп, дұрыстап айтуға мүмкіндік жақсы. Өте ұнады опера, өте енді айта алмаймын. Жалпы мен енді көріп отырған бірінші операм емес, бірақ дегенмен мынандай опера мен көрмегенмін шыны керек. Бұл жерде ерекшелігі өте көп. Біріншіден, неліктен мына қыз жібек осыдан 83 жыл бұрынғы қыз жібектен өзгеше, неліктен басқаша. Мәселе тек қана жаңағы 3D графикада емес. Мәселе тек қана декорация, тек қана онда емес. Мәселе алдыңғы 1934 жылы түсірілген Қыз жібекте операдағы мәтіндердің 70-60% операны құраса, қалған 30-40% жаңағыдай диалог, кәдімгі сөз секілді болған. Ал мына жаңа Қыз жібекте режиссер-постановщик жаңағы Михаил Панджавидзе деген кісі түгелімен 100% опера қылған. Түгелімен опера, ол жерде бір ешқандай былай сөз, диалог жоқ. Сондықтан енді бізде Қыз жібектің мынандай бір нақты, шынайы жаңағыдай дүние жүзіне паш ететін опера бар, Қыз жібек сияқты, иә. Сахнада көрген кезде қай жерде шын нәрсе, қай жерде жаңағыдай ол 3D графиканың нәрсесі екенін түсінбейсің. Яғни барлығы бір тұтас картина, барлығы соншалық шынайы, жаңағы кетіп бара жатқан керуен, ай, жаңағы ғимараттар, түрлі архитектуралық, немесе тіпті жаңағы шөл дала, шөптер, гүл, қай нәрсенің саған жаңағыдай 3D графикамен ұсынылған нәрсе екенін түсінбейсің, ал қай нәрсенің декорация екенін түсінбейсің. Қысқасы маған өте ұнады, әсіресе жаңағы енді қойылым біткен кезде бәрі шапалақтағаны, яғни бәрінің соншалық таңданысы, барлығының соншалық қуанышы сол шапалақтардың ары қарай үнімен жалғасты. Мәдениет және спорт министрлігінің атынан ықылас гүлі. Народ не хочет отпускать.
көрермендерді көп уақыт жібергісі келмей жаңағы шапалақтап тұра бергендігі бәрі соншалық керемет, енді әсерім өте көп. Сосын мен мынаны айтып берейінші, кеше жалпы баспасөз конференциясы болды ғой, сол кезде енді осы операны құрған барлық адамдармен таныстық, және де сол кезде сондай шығармашылық адамдарын көрген кезде бір ерекше мен шабыттандым. Яғни бір шығармашылық адамы, екеу бір бөлек нәрседе, ал сен шығармашылық ортада жүрген ол бөлек. Кімнен біз? Дирижердан сұхбат алайын деген кезде ол кісі айтады, сіздер маған сұрақтарыңызды қоя беріңіздер, мен өзім кішкене миым ашып тұр, себебі ұйықтаған жоқпын, 2 күн ұйықтаған жоқпын деп айтады. Сонда өзінің жұмысы үшін соншалық мынандай бір жан тәнмен беріліп, соның кухнясында жүрдік та біз кеше. Сондықтан мен үшін бұл картинаның, бұл операның орны ерекше бөлек, себебі мен оны жасаған адамдарды көрдім, оны жаңағы ұйымдастырған адамдармен таныстым. Мен үшін қанша операларды болашақта көрсем де, мен үшін ең ыстық болып қалатын осы опера болатын шығар деп ойлаймын мен. Сол ертең менде монтаж екенін біле тұра, ертерек қайтпай сол қойылымды көрейінші деп соңына дейін отырып, қазір түнгі сағат 11, енді қазақ тілінде, орыс тілінде сюжет мәтінін жазуға кірісем. Сондықтан маған сәттілік. Сіздермен бірге болған Назгүл Назар, және де келесі видеоларда, келесі влогтарда кездескенше. Ұлттық аспаптардың әуенін әуелеткен Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, қойылым дирижері Абзал Мұхитдинов. Атақты қыз жібек жыры қазақ ауыз әдебиетінің озық һәм жауһары саналады. Мәңгілік махаббат дастанын білмейтін жан кемде-кем шығар бүгінде. Лерайымыздық туындының осыншалық танымал болуына әсер еткен 1970 жылы шыққан Сұлтан Қожықовтың көркем фильмі болатын. Әйтсе де театр сахнасында жыр әлдеқайда ерте, дәлірек 1934 жылы қойылды. Ендеше осыдан 83 жыл бұрын Ғабит Мүсірепов пен Евгений Брусиловский жазған алғашқы Қыз жібек қазақ операсы бүгін жаңаша қойылмақ. Одноименной завораживающей кинокартине, которая вышла на экраны еще в 1970 году. Однако в театральных кругах народную поэму о шелковой девушке воспели гораздо раньше, в 1934 году. Теперь, спустя 83 года, первая казахская опера, которую написали Евгений Брусиловский и Ғабит Мүсірепов, зазвучит совершенно по-новому. Вдохнуть новую жизнь в легендарную казахскую оперу «Қыз жібек» и тем самым приятно удивить зрителя решилась труппа театра «Астана-опера». Пока артисты переживали за кулисами приятное волнение, публика в предвкушении спектакля тихо переговаривалась. Всем не терпелось поскорее лицезреть любимую историю о любви двух молодых сердец, а также послушать музыку, ставшей классикой жанра для многих поколений.